Адам тәнінде қарыннан жаман ыдыс жоқ. Бірнеше рет асаған тамақ адамға жеткілікті. Егер қажет болса қарынның 1/3 тамаққа, тағы 1/3 суға, қалған 1/3 тыныс алуға қалдырсын. Ашығу тазаланудың әдісі. Тамақ жеген кезімізде ағзамыз пайдалы заттарды қабылдап, зиянды және бөтен заттардан арылғысы келеді. Егер ағза осыларды үнемі ажырата алмаса, қалдықтар денеміздің қуыс-қуысына шоғырланып, жинала береді. Тіпті таза тағамдардың да қалдықтары қалып отырады. Сондықтан да ағза тазалау жұмыстарын жүргізу үшін ара-тұра ашыққан пайдалы. Ашығу табиғаттың бізді үйрететін әдісі. Жануарларға қараңызшы, олар ауырған уақытта ашығуға кіріседі. Бір жерге тығылып алып тазаланып, өзіне шипа болатын шөптерді тауып, емделіп жазылып жатады. Сіз үйіңіз бен жиһаздарыңызды шаң басып кетсе, тазалау керек екенін білесіз. Бірақ өз ағзаңызды жоқ дегенде аптасына бір қабат тазалап отыру қажет екенін, және жұмыс жасап жатқан миллиондаған жасушаңыздың да дем алғысы келетінін түсіне алмайсыз. Егер де өз-өзіңізді тазалағыңыз келмесе, онда дене мүшелеріңіз сіз үшін осы жұмыстарды атқаруға мәжбүр. Осы тазалану барысында адамның қызуы көтеріліп, танауынан су, көзінен жас ағып, түшкіріп, пысқырып, терісі бөртіп, берекесі кетеді. Организм өстіп, өзін-өзі тазалай бастайды. Өткен кезеңдердегі настық адамға бейнет жеткізеді. Әрбір күнән, әрбір қателігін оғырланып жинала береді. Барлық бақытсыздық, шарасыздық осы жойылмаған настықтың салдарынан болады. Ашыққан уақытта адам осы зиянды қалдықтардан құтылады. Жаратушының нұры құйылып, өзін бақытты, жеңіл сезіне бастайды. Сондықтан да ораза бүкіл әлемдегі діндерде орын алған. Ашығу өзіңді бір денеден тежеу емес, керісінше тамақтану. Сен өз тәніңді тамақтан тежеген мезетте басқа нәзік денелерін, рухын, жанын, санан, ойлау жүйен, ақылын, сезімдерін тамақтанып жұмыс істей бастайды. Біздің бір дәрігер танысымыз айтады, үнемі ораза тұтып, ашығуды қалт жібермейтін адамдардың үлкен дәретінде жағымсыз иіс болмайды. Егер өзіңіздің осал жеріңізді білгіңіз келсе, бірнеше тәулік ашығып көріңіз. Егер де белгілі бір мүшен ауыра бастаса, онда осы жерден кесел шығуы мүмкін. Сондықтан да алдын ала алу шараларын қарастыра беріңіз. Егер дұрыс ашықсаңыз, онда қауіпті емес. Сізге пайдасынан басқа зияны жоқ. Осының дәлелі бастапқы 3 тәулікте өте ауыр болып, сонан соң келеңсіздіктер мен қарын ашу сезімі жоғалып кетуінде. Егер осы ашығудың салдарынан болса, ауруыңыз өрши түсер еді. Жоқ, керісінше сіз тыныштық пен алаңсыздық күйге енесіз. Әлі күнге дейін ара-тұра ашыққаннан бірде-бір пенде өлген жоқ. Керісінше миллиондаған адамдар қомағайлықтан өліп жатыр. Бастапқыда ашығу бір сұмдық боп көрінуі мүмкін, себебі ағза бұрын мұндай тазалануға әдеттенбеген. Сондықтан да бастапқы әсермен баға беруге болмайды. Керісінше ауырып жүрген адамдардың тазалануы қажет. Аурудың себебі артық қоқыс пен қалдықтардың, улардың кенеттен қанға араласып кетуінен. Адамдардың басым бөлігі ашығу әлсіретіп, жүдетіп жібереді деп ойлайды. Бастапқыда дұрыс шығар, ал бірнеше тәулік ашыққаннан кейін өніңіз нұрланып, көз жанарыңыз жалтылдап, қимылыңыз да, денеңіз де жеңілдеп құлпырып шыға келесіз. Алла жолында өз нәпсісіне қарсы келетін адам әулие. Жаратушы пендені жаратқанда, оның ішіне өзін өзі емдеп алатын қасиетті қоса жаратқан. Адамның ашыққанда жазылып кетуінің бар құпиясы мен сыры осында бұғып жатыр. Өкінішке орай осы әдісті жұмыр басты пенде ғана қолданғысы келмейді. Себебі нәпсінің құлы. Бұл пендені жан емес, тән билейді. Осы әдісті мүлтіксіз қолданатын жан-жануарлар мен хайуанаттар ғана. Қарғаның ғасырлар жасауының құпиясы. Құстардың ішіндегі ең ақылдысы осы қарға болар деген қорытындыға келдім. Қулығына найза болмайды. Ең ғажабы, жазын шіліңгір шілде айында өзен жағалай қонып ауыздарын ашып отырады. Оның себебі өзен суының ылғалымен демалып, шөлін осылайша басады. Бірақ 40 күн бойы нәрсіз байды. Өздері осылай тазалайды. Қарғаның ғасырлап ұзақ өмір сүруінің құпиясы да осында бұғып жатқанына өз басым шек келтіре алмаймын. Біз семірттік денені азықпенен, байлап бердік жанды оған қазықпенен. Ұйқы, тамақ, күйлеген сорлы дене құтылар ма осындай жазықпенен. Елімізде болған 1932-33 жылдардағы алапат ашаршылықта 1,5 миллион қандастарымыз ашаршылықтан қырылған уақытта адамдардың кейбіреулері аштықтан емес, бас сап қомағайланып жегендіктен, тамақ бірден аш өзекке түсіп кетіп, қолма-қол отырған жерлерінде өліп кеткен.
Сол жылдары қиыр шығыстан ауып келген кәрістер таң қалып жағаларын ұстаған. Осыншама мол тамақтың ішінде жүріп, мына қазақтардың шыбынша қырылғандары қалай деп. Пайғамбарлар да ашыққан. Жер бетіне келген пайғамбарлардың бәрі де рухани емделу, жетілу үшін ашығуға жүгінген. Олар ашығудың ақылды ұшқырлап, ойлау қабілетін арттыратынын білген. Өмірдің ұлы шындығын уағыздау алдында Нұх, Сүлеймен, Мұса, Дәуіт, Иса, Мұхаммед, тағы басқа пайғамбарлар, сондай-ақ Будда мен Гандилер де 40 күннен ашыққан. Мысырдағы ұлы Александрия әлемінің мәдениет орталығы болған кезде шеберлікке үйрену үшін шәкірттер 40 тәулік ашығуға тиіс болған. Ұлы Пифагор өзінің философиялық ілімін үйрететін шәкірттеріне 40 күндік аштық ұстауын талап еткен. Оның пайымдауынша 40 күн аштықтан кейін ғана шәкірттерінің ой өрісі мөлдіреп, санасы нұрланып, өмірдің терең құпиялы ілімін меңгеруге қабілеттері сонда ғана жетеді деп есептеген. Махатма Ганди болса, маған мынау қос жанарым қаншалықты маңызды болса, аштықтың да маңызы дәл сондай. Себебі ашыққанда менің рухымның көзі ашылады деген. Аштықтың кереметін сезінген әйгілі тұлғалар жетіп артылады. Кім тамақты көп ішпейді, сол ерінбейді. Даналық дарбазасы еш уақытта жабылмайды. Тағы бір айтайын дегенім, көп күндік ашығуды қалай аяқтау жөнінде. Егер де бірден бұрынғы тамақтанғандай тойып алсаң, өліп кетуің мүмкін. Сондықтан да бірінші күні жеңіл, жеміс көкөністерден дайындалған салат пен еті майы жоқ сұйық көже. Келесі күні салат пен осы көжеге аздап кептірілген нан қосып ішіңіз. Үшінші күні аз мөлшерде қалыпты тамаққа көше беруіңізге болады. Осы нұсқауларды мүлтіксіз сақтасаңыз ғана қауіп қатер болмайды. Осындай ашығудан кейін сезіміңіз ұшқырланып, ақыл ойыңыз нұрланып, өзіңізге тылсым дүние ашылып, жасарып, бұрынғы нас басып, қалдық толы тәніңіздегі қоқыстардың күліде қалмай жанып кеткенін сезесіз. Көп жасау, дененің саулығы, бақытты болу адамның өз қолындағы ісі.